Байлық құрметті, бірақ жоғалуы тез. Атақ даңқ керек, бірақ тұрақсыз. Сұлулық әсем, бірақ өтпелі. Тек білім ғана мәңгілік. Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар? Мен ұстаз тілегі ғылыми әдістемелік орталығының әдіскері Омарова Айгерім. Келешегіміздің келбетті, болашағымыздың баянды болуы бүгінгі жастарға тікелей байланысты. Өйткені жастар бүгінімізді жасайтын ертеңіміз. Бүгінгі түсірілімде Кайдзеннің 1 минуттық принципі, жадыны жаттықтыру арқылы IQ-ды дамыту, олимпиада, турнир, байқауларды қатысу біз үшін қаншалықты маңызды екенін айтатын боламыз. Кайдзеннің 1 минуттық принцип әдісі педагогтердің үздіксіз дамуының кілті іспеттес. Шағын ғана қадамдармен адамдар өзін-өзі жетілдіреді, үлкен нәтижеге қол жеткізеді. Мысал алатын болсақ, аз минуттық турнирға қатысу арқылы қатысушы бойындағы сенімсіздікті жеңеді, үлкен асуларға жол ашады. Содан өз біліміне қанағаттанған тұлға келе-келе олимпиадаға қатысады. Олимпиададан кейін шығармашылықты, ізденімпаздықты қажет ететін байқауға көшеді. Нәтиже дегеніміз осы. Мидың мүмкіндігі өте зор екендігін және оны толық пайдаланбайтынымыз бәрімізге белгілі. Бірақ кілтипан мынада. Біз миымызға артық ақпаратты, керексіз дүниені толықтыру арқылы мидың күшін төмендетеміз және мүмкіндігін шектейміз. Адамзат баласының қол жеткізген ұлы игіліктерінің бірі білім қазынасы. Білімнің құны сіздің мақсатыңызға жетумен өлшенеді. Білімді жетілдірудің бірден-бір жолы әр уақытта іздену, оқуға қызығушылық таныту. Білімді өлшеу мүмкін емес, себебі ол шексіз. Алайда оның бағыттарын анықтап, қай салада көбірек іздену керек екендігін айқындауға болады. Арнайы олимпиадалар мен турнирлер білім деңгейінің айнасы іспеттес. Олимпиадалардың түрлері өте көп. Спорттық олимпиада, жаздық олимпиадасы, қыстық олимпиада, білім деңгейін қажет ететін олимпиадалар, логикалық олимпиадалар болып табылады. Олимпиадалар мен жарыстар адамның ынта-ықыласын, құмарлық, құштарлық түйсігіне әсер еткендіктен, қатысушылардың күш-жігерін, жылдамдық, қайсарлық, төзімділік, жеңіске ұмтылушылық, өзі туып өскен елі мен жеріне деген отансүйгіштік қасиеттерін шыңдап қалыптастырады. Ұлы ағартушы Ахмет Байтұрсыновтың айтуы бойынша, білім жарысы басқа жарыстардан ерекшелігі мынада. Бұған шығарған ақша далаға кетпейді, көзделген мақсатқа тура тиеді. Біз бүгін сіздермен білім олимпиадасы туралы қысқаша шолу айтып өттік. Ұстаз тілегі ғылыми әдістемелік орталығы олимпиадалар, турнирлар, байқаулар жиі ұйымдастырады. Осы жайлы толық ақпарат білгілеріңіз келсе, төмендегі сілтеме арқылы өтіп, толық ақпаратты білсеңіздер болады. Құрметті әріптестер, студенттер, оқушылар, болашақта олимпиада, турнир, байқауларға қатысып, жеңімпаз атануларыңызға тілектеспін. Келесі кездескенше.